Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда біз берілген санға дейін сандардың қосындысы деген проблеманы шешеміз. Біз қазір сұрағымызды оқып бастайық. Бізге натурал n саны берілген. Біз 1 қосу, 2 қосу, және 3 қосу та n-ге дейін сандардың қосындысын есептеуіміз керек. Біріншісі тест 3. 3 берілген кезде 1 қосу, 2 қосу 3, 6 болыпты. Екіншісінде болса 9 берілген. 1 қосу, 2 қосу 3 қосу сөйтіп жалғасып кете береді, 45 шыққан. Енді оқушылар есіңізде болса, мен алдыңғы сабақтарда мынандай бір код көрсеткен. А тең А қосу 1 деп. Бұл жерде оқушылар мысалы A'мыз ең баста деген 5-ке тең болса, А тең А қосу 1-ден кейін print A деген кезімізде біз оқушылар көргеніңіздей бізге 6 шығып тұр. Яғни A'ға 1 қосты мына жерде. Енді біз осыны қолданамыз, және деген for'ды қолданамыз. Немесе while'ды да қолдансаңыз болады, сізге қай бірі ыңғайлы болса. Біз ең баста оқушылар результат деп жазайық, немесе қосынды деп бір variable шығарайық. Бұл қосындымыз 0-ға тең болсын. 0-ға тең болсын. Енді біз for I in range деп мысалы біздің деген сандарымыз 1-ден қосылып бастайды. Онда біз деген 1 деуіміз керек. 1, 3, 1 деуіміз керек. Дұрыс емес пе? Яғни 3-ге дейін және 1 қосылады. Яғни бұл жерде тек қана 1 мен 2 қосылуы керек. Баста бір тест етіп көреміз. Не дейміз? Қосынды тең болады. Қосынды немесе қосынды емес та бұл жерде результат деп кетейік. Результат немесе нәтиже десек дұрыс. Нәтиже қосу i дейміз. Нәтиже тең нәтиже қосу i. Яғни әр ретінде маған i'ні береді. Онан кейін біз төменге print i десек, бізде for'дың ішінде деген жасаған үшін оқушылар әр ретінде print i'ді беру керек. Біз деген сақтаймыз. Жасатайық. Баста 1, онан кейін 2 шықты. Баста 1, онан кейін 2 шықты. Негізінде бұл дұрыс болмаған сияқты. Біз print i'ні жаздық. Ол деген print i болған кезде дұрыс 1 мен 2. Бірақ біз print нәтиже дейміз. Print нәтиже сақтаймыз. Жүргізейік. Көргеніңізде бұл рет деген 1 және 3 шықты. Бізге деген тек қана 1 сан шығару керек. Ол үшін біз деген тек қана 1 сан шығару үшін printtің алдындағы indent tab деген орнымызды, бос орнымызды келтіреміз. Енді сақтап жүргізген кезімізде бізге көргеніңізде тек қана 3 деп беріп тұр. Бұл жерде біз деген бұл 3 деген санымызды біз бермеуіміз керек. Яғни hard coding емес, бізге деген қолданушы беру керек. Ол үшін болса біз деген A дегенде бір variable енгіземіз. A'мыз тең болсын int input дейік. Яғни қолданушыдан қабылдайды. Енді A'ны біз 3-дің орнына қоямыз. A'ны 3-дің орнына қоямыз. Бұл жерде мысалы 3 берілген кезде 1, 2, 3-ті де қосқан. Дұрыс емес пе? Біз 3 десек, көргеніңізде бізге 3 шығып тұр. Неге? Себебі A'ға дейін, яғни 3-дің өзін қосқан жоқ. Сол үшін біз A'ны ауыстырамыз. Бұл жерде A қосу 1 болады. A қосу 1 болады. Онда нәтижеміз, нәтиже қосу i. Дұрыс. Бұл жерде сақтаймыз. Және жүргіземіз. Енді 3 деген кезімізде көргеніңізде бізге 6 деп тұр. Ол мысалы 9 деп көрейік. 9 деген кезімізде бізге көргеніңізде 45 деп тұр. Біздің шешіміміз дұрыс. Бірақ мен сізге қосымша деген мынандай бір нәрсе көрсетейін оқушылар. Бұл сұрақты өте жақсы түсіну үшін және printті өте жақсы түсіну үшін біз ең баста не дейміз? Мынаны жоғарғы өткізейін. Нәтиже қосу белгісі
kosu belgisi. Yani i deymin. Ondan keyin tenglik belgisi. Ondan keyin natija kosu i deymin. Natija kosu i deymin. Ol жерде natija men i'nin ornunu ауыстырсаңыз болады. Төменге де ең соңғы оқушылар print natija деп жазайын. Енді мен сақтайын оқушылар бұны жүргізген кезінде. Мен мысалы 9 берейін. Мына жерде оқушылар қарасаңыздар біз 9 бердік. Бұл біздің берген санымыз. 0'dan басталды. Нәтижеміз 0'dan басталды. 0 қосу 1. Яғни 0 қосу 1. Біздің формамыз 1'ден басталған еді. 1 1-ге тең. 1 қосу 2. 1 қосу нәтиже қосу 2 3-ге тең. 3 қосу 3 6-ға тең. 6 қосу 4 10-ға тең. Көргеніңізде оқушылар, мына жерде сіз деген бұл кодтың арт жағында сандар қалай бір-бірін қосқанын көріп тұрсыңыз. Яғни 1 қосу 2 қосу 3 қосу 4 қосу 5 қосу 6 қосу 7 қосу 8 қосу 9 қосу дейді. 45 шығарады. Ondan кейін осы оқушылар бізге ең соңғы print функциясына береді. Сіз оқушылар, менің ойымша дәл осы кодты while мен жасап көруге тырысыңыздар. Түсінбеген жеріңіз бар болса, оқушылар комментарийға жазып қалдырыңыз. Келесі сабақтарға дейін сау болыңыздар.